Бауырлар, бізде осы нәсіп етсін, иншалла, мешіт соғуды. Тым болмаса бір мешіт соғамыз деп өзіміз ниет қылып қояйық, иншалла. Алла үшін деп. Қарағандыда бізде бір бауырымыз бар, yani Алла қуат берсін ол жігітке. Сол жігіт өткен жыл 2 мешіт соқты. Биыл 2 мешітке кірісті және. Мен ол айтамын да, бауырым, Алла разы болсын, бірақ сізге қараймын, өте үлкен мақсат қойғансыз деймін да алдыңызға. Өткен адамдар бір мешіт соға алмай жатыр. Алла субхана сізге нәсіп етір, әр жылда 2 мешіттен соғып кетіп барасыз десем, күледі ол кісі. Енді сіз сұрағаннан кейін айтайын дейді, мен айтады. Осыдан бірнеше жыл алдын бір имам өшеде айтқан еді бізге дейді. Қарағанды бойынша есептеген екен ол имам. Ауыл аймақты бәрін қосқан кезде 83 ба мешіт керек екен оларға. Мен сол кезде Алладан сұрап өзіме ниет қылғам сол кезде. Я Алла, сол 83 мешітті мен соғам иншалла деп. Содан бері сенесіз ба дейді. Алла нәсіп етіп келе жатыр, реттеп келе жатырмын дейді. Алла үшін мен 2 мешіт соқсам дейді, Алла маған бір үй береді дейді. Өзің айтқаны. Мен мешіт соғам, қалай 2 мешіттің бітеді, Алла тағала мияқтан анау өзінің бизнесім бар, Алла берекет береді де, маған үлкен бір коттедж береді дейді Алла тағала. Постоянно сондай болады менде дейді. Жаңа жігітті мен айтамын да, мен дәл ойлағандай болды ғой дедім да, қанеке деймін. Алдын қандай мешіт қойған ол жігіт? 83 мешіт соғам деп өзіне мақсат қойып алған. Иншалла тірі болсам, Алла нәсіп етсе деп, қазір қарап отырсам, ана жігіт ешкімнен кем емес. Алдында кетіп бара жатыр, бірақ мешіт соғу жағынан да мүлдем алдында кетіп бара жатыр.